Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін керемет, дәмді, тойымды пельмен жасайтын боламыз. Әуелі тестасын жасап аламыз. 500 грамм ұнға 180-200 граммдай суды, жарты ас қасық тұз саламыз да араластырып аламыз. Сосын бір жұмыртқаны саламыз ұнға, сосын пісте май саламыз бір қасық. Осылай ақырындап араластырып теста жасайтын боламыз. Бір-біріне жабысып қалмайтын керемет пельмен шығады. Осылай күш салып, әдемілеп теста жасайтын боламыз, яғни қамыр жасайтын боламыз. Жабысып қалып, болмаса пельменнің ішіндегі еті түсіп қалып, ондай болмайды. Әдемі қамыры болады, әдемі пельмен болып шығады. Сосын 15-20 минутқа тындырып қоямыз тестамызды. Пияз турап, қалауларыңызша фарш салып, бұрыш тұз салып араластырасыздар. Тынған қамырды енді жаямыз. Осылай жайып аласыздар. Достар, менің каналым ұнап жатса, тіркеліп, қоңыраушаны басып кетіңіздер. Осылай тез-тез жайып аласыздар, достар. Осылай әдемілеп жайып аламыз. Міне, осылай жабыспайды, міне достар, міне, жыртылмайды, жабыспайды. Әдемі теста шықты, қамыр. Жаймамыз. Енді кесіп аламыз 4 бұрыштеп. Осылай кесіп аламыз. Енді пельменімізді бөгеміз. Яғни әдемілеп тестамызды фарш салып, осылай әдемі пельмен шығарамыз, достар. Міне, әдемі икемге келетін, жабысып қалмайтын пельмен шықты. Барлығын осылай бөгіп аламыз. Өте дәмді. Міне, бүгіп қойдым. Енді қайнаған суға тұз салып, осылай пісіріп аламыз. Мен жанына сковородкаға май құйып, бір пияз салып, оған томат салып, тұз салып, подливка жасап алдым. Енді пельменімізді судан аламыз. Осылай алдық. Енді жаңағы подливкамызды, осындай дәмі керемет болған подливкамызды саламыз. Дәмді пельмен шығады. Менің каналым, достар, сіздерге ұнап жатса, комментария жазып, пікір қалдырыңыздар, қоңыраушаны басыңыздар. Алдағы уақытта керемет рецепттермен бөлісетін боламын.